20 әсірде insan ойлауында үлкен бұрылыстар жүз берді. Бұған har xil себептер текар болды. Жаһан ұрыслары, инсанияттың кризисі, қадіретлер кризисі. Міне осы дәуірде үлкен сұрау ортаға шықты. Яғни insan болмысы, insan кім деген сұраулар. Міне осы сұрауларға har xil жауаплар ізленді. Бұл жауаплардың ішінде өзінің сөзін қатаң айта алған бұл экзистенциалистлер болды. Яғни экзистенциализм философиялық бағдар сипатында һәм кейін әдеби ағым сипатында өз жауапларын ұсынды. Міне осы жауаплардың ішінде бір өзгеше адам образы дөретілді. Бұл адам бейгана адам образы. Сұрау пайда болады. Ол қандай адам? Ол кімге бейгана? Неге бейгана? Жәмиетке бейгана ма? Бүгін біз осы сұрауларға жауап іздейміз. Ассалаумағалейкум, Қаракір YouTube каналында нәубеттегі подкаст біз басладық. YouTube каналымызға ағза болың, бізді қолдап қуатлауды давам етің. Гозал, сен сұрауға мынандай жауап бергім келіп тұрды. Бейгана адам бұл негізінде har қандай жәмиетке сыйыспайтұғын, сол жәмиетке бөлек тұрып, бөлек жүретұғын барқұла һәм пікірлері қарама-қарсы келетұғын адамдар. Мәселен, біздер бейгана адамдар енді сондай жәмиет үшін керек пе деген нәрсе. Әлбетте керек емес. Неге? Себебі бұрыннан ата-бабаларымыз айтқан, кімнен қорқ? Бейпаруа адамнан қорқ, бейпаруалықтан қорқ деп. Хақиқатында да, мәселен, адамдар білеміз, ешқашан жәмиетсіз рауажланбай, жәмиетсіз бола алмайды, жасалмайды. Соның үшін олар адам болды ма, адам болып жаралды ма, сол жәмиетке қандай да бір нәрсе келтіруі керек, бір нәрсе тәсір етуі керек. Сол көзқарасынан қарайтұғын болсақ, ешбір пайдасы тимейтұғын, ітібарсыз, диққатсыз, былайынша мейірімсіз адамдар жәмиет үшін бейгана адамдар есептелінеді деп есептеймін мен өзім. Жәмиетке, мәселен, бейгана емес, соның ішінде күйіп, пісіп, жанып, оның рауажлануы үшін жүретұғын адамдар бұл хақиқи жәмиеттің адамдары. Ал жоғарыда мен айтып отқандай адамдар, бейгана адамдар, бұлар жәмиетке керек емес. Оларды біздер жәмиетке қабыл ала алмаймыз да, біздер оларды өздерімізге сіңдіріп, өздеріміздің бір ағзамыз қылып ала алмаймыз ешқашан. Менің ойымша бейгана адам сондай адам. Жәмиетке пайдасыз, көбірек қауіплі, бейпарық адамларды біз бейгана деп айтамыз. Осы жерде бір пікірді айтып өту керек. Бейгана түсінігі барлық дәуірде де ұнамсыз һәм жарамсыз мәністе қолданылмаған. Мәселен, орта ғасыр Ренессанс дәуірі ілімпаздары Николай Коперник, Галилео Галилей өз дәуірінде жәмиет тарапынан қабыл етілмеген. Әсіресе корольдік тарапынан, инквизиция тарапынан қатты сынға алынған һәм қарсы шығылған. Олардың ілми болжаулар һәм түсініктері адамдар түсінігінде, санасында абсурд һәм түсініксіз деп есептелінген. Оларды жілді жәмиет үшін пайдасыз һәм жат адамдар деп есептелген. Бірақ Галилео Галилей, Коперниктер өз пікіріне қатаң тұрып, жәмиетке қарсы шыққан һәм будалауларға хәтті өлім жазасына ұшыраған. Сонда бұл типтегі адамдарды да сіз айтқандай бейгана һәм жат деп түсіну керек пе? Мұса, енді Галилео Галилей, Коперник, Николай Коперниклерді айтатұғын болсақ, олар ілім дегенде өзі қарама-қарсы түсінік деген нәрсе болады. Ілім болсын, қарқандай мәселен діни түсініктер болсын, түсінік кеп шыққан уақытында қарама-қарсылық бәрібірде келіп шығады адамдарда. Бұл жерде түсініклер азғантай ғана қарама-қарсы болған. Яғни сол дәуірдегі жәмиеттің біраз рауажланбаған түсінігіменен сәл алдырақта жүрген бір адамның түсінігінің келіспеуі деп есептейміз бұны. Яғни олар мәселен кейін ала, мәселен ол жаратылыстары, ашқан нәрселер ойлап табулары кейін сол жәмиет үшін бәрібір де пайдалы болды ғой. Олар пайдасы дейді ғой, пайдалы инсан болды ғой. Біздер ондай алым адамдарды, ондай мәселен ілімдегі қарама-қарсы тартысылып пікірлей алатын адамдарды бірден кесіп, жәмиетте бейгана деп айта алмаймыз. Мен айтып отырған бейганам ұлыма кімге бір түк те пайдасы тимейтұғын деп айтады ғой біздерде. Түк те пайдасы тимейтұғын адамдар бұл хақиқи бейгана адамдар болады. Яғни жәмиетке
біраз болса да оның ойын өзгертіп әрекет істеп істеуі да сол адамдардың ойын өзгерту үшін немесе пікірін өзгерту үшін әрекет істеп жатырғанда да бұл жәмиеттің үлкен пайдасы есептелінеді негізінде. Соның үшін да олар пайдалы қатынас істеп жатырды. Ілім сол Галилейлерді немесе Коперниклерді әммесінде пайдалы пікір қосып жатырды. Бұл жағынан біздер оларды жәмиетке бейгана адам деп айта алмаймыз. Бұяқтың айтуы бойынша енді бәрібір олар хам уақытында сондай бейгана болған, яғни жат болған, олардан жаңағыдай ұнамсыз, қауіпті адам сипатында қараған. Бірақ кейін уақыттың өтуімен айтқандай, жәмиет өзгеруімен, адамның ойы өзгеруімен олар ұлы ойшыл, ұлы жаратушы инсандар сипатында қаралып атыр. Демек, шынында да бұл бейгана һәм өзге адамларды біз әрқилы бөлуге болады. Мейір пікір кереміз. Яқшы. Шынында да бұяқ айтып отырған инсандарды жүдә көп санауға болады. Яғни жәмиет тарапынан уақытында қабыл етілмеген, жәмиетке бейгана болған адамдар. Олар жаңағыдай жилі деп хам қараған, бірақ олар ұлы ашылуларға, жәмиеттің өзгеруіне себеп болған. Мысалы үшін Стив Джобстың пікірі бар, жасасын жилілік деген. Яғни ол қолдап қуатталып жатыр. Осындай жәмиетке қарсы шығатынды себебі олардағы дүретушілік, жәмиетті өзгерту күшіне сеніп атыр. Бірақ біз бүгін сөз етпекші болып отырған бейгана, бұл ұлы ма басқаша бейгана. Яғни біз бүгін ұлы француз жазушысы Альберт Камюдің бейганасына тоқталып өтсек. Қош, ол қандай бейгана? Сіз айтқандай ма, немесе сіз айтқандай ма? Мен пікірімді басып кете жақпан. Тап мен бағанадан бері айтып отырған бейганам тапысы Мерсо. Яғни Альберт Камюдің бейгана шығармасындағы бас қаһарман Мерсо образы. Қараң, бұл адам жоғарыда біздер алымларды келтірдік, олар қандай да бір қарама қарсы сол жәмиеттің сол болып тұрған уақытындағы түсініктеріне біраз қарама қарсы пікірленген үшін де қабыл етілмеген. Ал бұл шығармадағы адам қарама қарсы пікірлемейді да. Яғни сондай адамдар болады, сүлдер дейді ғой, құры сүлдер. Құры жан, жүрек ұрып тұрыпты, екі аяғы жүріп тұрыпты, көзі көріп тұрыпты, құлағы естіп тұрыпты. Тап сондай сүлдер адам бұл. Біздің жәмиетімізде де бұндай адамдар бар. Бұндай адамдардың ең жоғарыда айтқанымдай керексі жоқ. Һәм біздер бұның бейганалығын көрсетіп беру үшін, өзіне өзі бейганалы екенін, тағдыр не, өзінің өміріне бейгана екенін көрсетіп беру үшін бұл шығармада көптеген мысалдар бар, көптеген сюжетлер бар. Сол нәрселерді әзір айтып кететін болсам, мен хақиқи пікірімді тасдиқлаған боламын. Яғни Мерсо менің үшін хақиқи бейгана, һәм жәмиет үшін керек емес болған, ешқандай гуманистік идеяларға да тура келмейтұғын адам. Ең алдыменен бұл кітаптың атамасын ақтап өтейік. Альберт Камюдің кітабы. Бұл өзбек тілінде бейгана, англишан тілінде The Stranger, рус тілінде посторонний аударылған. Негізінде шығарма француз тілінде жазылған. Англишан тіліндегі The Stranger мен рус тіліндегі посторонний арасында азмаз фарқ бар, өзгешелік бар. Бұл шығарманы қаралпақ тіліне бейгана деп емес, ал өзге деп аударған мақұлдай. Өйткені бейганалық һәм өзгелік арасында айырмашылық бар. Бейганалық ол сол жәмиет ішінде бола тұра, жәмиетке дұрыс келмейді оның көзқарастары. Жәмиетке қандай да бір пікірлер тарапынан іс-әрекетімен қарсы шығуы мүмкін. Яғни таныс һәм бейтаныс дегенге жақын болады да бұл жерде бейгана түсінігі. Ал өзге деген ол жәмиетке тиесілі емес. Ол жәмиеттің тамырынан өршіп шықпаған адам да ол. Басқа жәмиеттің адамы. Ол ма басқа бір мүмкін, басқа планета болуы мүмкін, өзге. Мерсоның шығармадағы іс-әрекетлері, көз қараштары, ойлауларына қарап, оны бейгана деп емес, өзге деп алған мақұл. Егер біз бұл көзқарастан, яғни оны өзге деп алатын болсақ, біз шығармадағы оның іс-әрекетлері, қылмысларын біз ақылауымызға тура келеді. Яғни бұл тек қана бұл жәмиетке тура келмеді. Бірақ өзге жәмиетінде оныкі дұрыс деп. Бірақ менімше жүдә бір оның іс-әрекетлерін ақылап болмайтын іс-әрекетлері де суретленген. Бұл хақында меніңше сізде жақсылау пікірлер болса керек. Топ тасып айтамын бұл хақында. Мерсоның мен жаңа жоғарғы айтқан гуманистік идеялар деп отырмын бағанадан бері. Гуманистік идеяларға сәйкес келмейтін көп іс-әрекеттері бар бұл шығармада. Мәселен,
анасының Шамаң қазасы басы. болғанда, қазасы болып жатырғанында, намазы болып жатырғанда, оның мәселен сондай дәрежеде, енді жыламауын басқасын айтпай ақ қояйық, көзінен жас шықпауын, тәсірленбеуін айтпай ақ қояйық, хәттекі анасының өлуін бұл күнделікті бір құбылыс, Табиғи. яғни табиғи болатын құбылыс сипатында қабыл етуі. Бұл ешқандай бір мәселен біздер көріп жатырғанларға менің пікіріме қосылатын шығар. Егер өзіңнің жақының анаңнан айырылып жатырған уақытында қандай сезімді сезінбеуі, енді бұл жерде хәттегі хайуанлар да мәселен өзінің перзентінен немесе өзінің анасынан не ата анасынан айырылған уақытында белгілі бір сезім болады оларда, немесе белгілі бір сес шығарып ақ олар өздерінің ондай сезімін, дәртін іздеп сыртқа шығарып бере алады. Ал мерсода ол шығарып беретін дәрттің өзі де жоқ. Яғни дәрті болмаған адам ішінде мәселен сондай бір не десем болады, біреуге қарсы болсын емес, өзіне өзі болған мәселен қандай да бір сезімі, түсінігі болмаған адамды біздер қалай адам деп айтамыз? Бұл біздер бір ғана анасының өлімі жағдайында халатты мен не қылдым, суретлеп бердім. Ол не қылады? Анасының сол табытта жатырған жеріне келіп жүзіне қарамайды да. Яғни сондай бір халат берілген, жүзіне қарамайды. Ол бір мынандай психологиялық жақтан бір не емес, ол травма немесе басқа нәрсе емес, ол нәрсе мәселен қараудың не керегісі бар. Болмаса өліп кетті ғой, оған қандай да бір нәрсе не қылу керек, істеу керек па, немесе бір қатынас істеу керек па деген нәрсені хәттегі ойының бір жерінен өткеріп жібере алмайтын адам сипатында суретленген. Бір осы жердегі ол біздер сюжет уақия арқылы біздер мерсоның сондай дәрежеде адам емес, ешқандай жаратылыс емес, ал бір тастай, болмаса не десем болады, апуайы бір сезімсіз, суық бір сүлдер сипатында көрсек болады. Енді және бір не айтқым келіп тұрды, мәселен мерсоның жәмиетінде адам өлтіру, немесе қандай да бір жинаят істеуге қаратылған жазалар жүдә ауыр. Мерсо бұны біледі, білмейді емес, жүдә жақсы біледі. Һәм ол бір адам өлтіреді, яғни арапты өзі білмеген халда болсын, немесе білген халда болсын өлтіріп қояды. Һәм енді оның хақиқаты негізі жазасы өлім. Һәм соны ол біледі, ішінен сезіп тұрыпты, біліп тұрыпты. Осы жерде ол ешқандай мәселен реакция білдірмеуі, ямаса ешқандай мәселен ішіндегі нелері, түсініктері, ямаса қорқынышлары, білген нәрсемен өліп кетемен, мәселен өлер алдында адам қандай сезімде болады. Сондай сезімдерді білдірмеуі бұл былайынша қарағанда ұлыма адамзаттың табиғатына тән болмаған нәрсе. Демек ол адам біз деген түсінік. Жәмиетінен қат'i нәзір, жәмиетіне қарамастан ол ұлыма адамлыққа бегана сипатында суретлеп атыр. Енді мерсо hakkında көп пікір айтылды. Шығарма hakkında анықтау. Шығармада сондай пікір бар мерсоның. Ол хайран қалады. Мерсоны сотлау уақытында прокурор мерсоның арапты өлтіргенде емес, көбірек анасынан істеген жәмиет түсінігіндегі құрметсіздігіне диққат аударады. Мерсо тек жинаятшы емес, ол мейірімсіз перзент деген бейпаруа қоңсы деген мерсоның тек жинаят үшін емес, оның істеген басқа да бейпаруалықтары жәмиет түсінігіндегі мейірімсіздіктеріне диққат аударады. Бұл прокурор мерсоны жауыз һәм сезімсіз шақс сипатында көрсетуге әрекет етеді. Бұған қарама-қарсы мерсоның пікірі бар. Мерсо айтады: не үшін басқа апой адамдарға жай ғана протест болған жағдайды мен үшін ауыр жинаяттай көрсетіп береді. Басқа адамдарда жақыннан айырылса шокқа түсіп, ауыр халатқа түсіп, өзін жоғалтып қоюы мүмкін, ешқандай сезім қатынас білдірмей. Не үшін бұл жинаятшыларға келгенде сондай ауыр сипатланады деген пікір бар мерсоның. Һәм осы жерде
және бір нәрсені айтып өту керек. Мерсо сот процесінде өзінің сотталғанына қарсы шығады. Судьяға да ішінен қарсылық сезімі бар. демек сезімдер бар ода қандай да. Азғантай дым жоқ емес. Ішінде наразылық болады сол жерде. Мәселен, судьяға, прокурорға һәм адвокатына да наразы болады. Не үшін біреудің жинаяты үшін басқалар жан күйдіру керек, біреудің істеген ісі үшін басқалар тергеу өткеру керек дейді. Һәм мынандай пікір бар. Неге менің судымда менің пікірім қатынаспай жатыр, араласпай жатыр деген. Прокурорға қарсы адвокат Мерсоның атынан сөйлейді. Яғни бірінші беттен сөйлейді. Адвокат Мерсо болып. Сол уақытта хәтте олар маған сөйлеу мүмкіндігін бермеді, менің орныма сөйлеп жатыр деген түсінік пайда болады да, бұл жерде сотталып жатқан кім өзі деп. Мені менсіз сот қылып жатыр деймін. Мені менсіз сот қылып жатыр. Осы жерде бір пікірге диққат аудару керек. Автордың бұл шығарма енді әр оқушыға әрқилы көзқараста жетіп барады, әркім аңлағанша түсінеді. Бұл жерде менің пікірім, жәмиет һәм инсан арасындағы қатынасқылар ғарезілік түсінігі көбірек тоқтап өту керек. Альбер Камюдің пікірінше, бұл жерде инсанның жәмиетке деген ғарезілігі, мүтәжілігі хәдден тыс артып баратыр һәм жәмиеттегі сондай тәртіптер, айрым дәстүрлер һәм низамлар инсанның сезімдерін, қалеулерін шеклейді. Жан-Жак Руссоның пікірі бар. Табиғат адамдарды ғарез қылып жаратты. Ал жәмиет оларды шынжырлап құлыққа алып келді деген. Яғни, мемлекетшілік дүзген уақыттан бастап инсан өз еркінен айырылады. Шығармадағы Мерсоның бұл жәмиетке деген табиғи іс-әрекетін наразылық, бейпаруалық, жинаят һәм басқа да суық сезімдермен емес, ал жәмиеттің бүгінгі инсанмен қатынасын ғарезілігіне де басқаша көзқарастан қатынас жасау керек. Шынында да бір сұрау пайда болады шығарманы оқыған оқушыға, не үшін ол басқа жинаят істеп, басқа жинаят үшін судланып атыр һәм жазаға үкім етілді. Бұл қайсы мәністе гуманистік жақтан қайта оған әділсіздік һәм болып атырған жоқ па? Себебі ол адам өлтіріп қойғаны үшін қамаққа алынады һәм ол суд процесінде жаңа жоғарыда айтқандай анасының мейірімсіздігі, бейпаруа қонысы, басқа тәріптері үшін суд қылынады. Бұл әділсіздей һәм көрінуі мүмкін да шығарманы оқыған адамға. Енді Мерсо һәм шахсатында әділдікке хақлы меніңше. Қандай да бір оның жаман тәріптері болса да әділдік, ұлума инсанилық әділдік, низам алдында әділдік, бірақ бұл низам һәм инсанилық һәм оған қарсы істеп тұр. Анасына айырылуы һәм оның қандай мейірімсіздігі, намазында сондай ешқандай реакция білдірмеуі, болмаса мәселен қоңсының үйіне бейпаруалығы, хаялына жаусып отырған, болмаса неғып отырған жағдай болатын болса, оған ешқандай қатынас білдірмеуі. Негізінде осы нәрселер, осы майда көзге көрінбейтін нәрселер, сол біздер айтатұғын, сол біздер түсініп қабыл еткен жинаятларды басылап беретін нәрсе. Хақиқатында негізінде басылап беретін нәрсе. Біздер har қандай мәселен жинаят болсын, немесе суд процесінде біздер бір жинаятты іздерлеп, оны көріп шығып отырған уақытымызда, үйреніп отырған уақытымызда, біздер һәмме нәрсеге детал ілтибар беру керек деген нәрсе бар. Хақиқатында да ол судтың, ол іздету процестің характеристикасы сапланады. Енді біздер бұл жерде тек қана ол сол қамақта дұрыс адамды өлтірген үшін отырыпты. Ал сол жерде шығармада автор өзі беріп кеткен сол мәселен анасының өлімінен бастапқы мәселен хаттекі сол адамды өлтіремен деген кешеген аралықта оның қандай адам болып келіп, қандай бір түсініктегі адам болып келіп, сол дәрежеге жеткенін енді оқушыға таныту үшін, көрсету үшін сондай жол тұтқан. Мен және бір пікірімді тастықлағым келіп тұрды, бір сюжетпенен.
Енді жаңа жоғарыдағы яқшы анасына болған мünәсәбетлері, енді ол мәселен қасындағы екінші бір адамға болған мünәсәбет білдірмеуі шығар. Яғни екінші бір адамның анасында бір екінші бір шахс деп есептелайық яқшы. Жақын шахс емес, бір екінші бір шахс оның тағдырына, оның болып отырған өміріндегі уақиғаға мünәсәбетін білдірмеуі деп есептесақ та, енді Мерсо өзінің тағдырына да мünәсәбет білдірмейді ғой. Мәселен, оның мәселен сөйлесіп жүрген Мери деген қыз болады ішінде. Сол Мери деген қыз мәселен бізде бір шаңырақ болайық, бір шаңырақ құрайық деп айтқан кезінде сен қалесең, болды, мен яқшы, мен разыман деген нәрсе білдіріледі. Ол тарапынан сондай жауап білдіріледі. Енді бұл нәрсе оның менен қандай да бір қарым-қатынас орнатуы тікелей Мерсоның өзіменен байланысты. Яғни бұл жерде қандай да бір тағдыр, бір жол кесілсет деген сөз. Яғни Мери менен бір жерде бір жоллар кесілсет деген нәрсе. Бұл нәрсе оның өзінің тағдырына да бейпаруа, және Меридің да тағдырына бейпаруа. Енді ол екінші адамды ойламайды дедік, ондай қасиеті жоқ деді. Жаңа жоғарыда айттық, екінші адамды ойламайды. Енді бұл жерде ол өзінде ойлап тұрған жоқ. Былай қарағанда өзінің тағдыры, оның кейінгі тұрмыс тәрізі қалай болады деген нәрсе оның ойына кіріп те шығып отырған жоқ. Осы нәрсенің өзі оның қаншалықты дәрежеде бейпарық адам екенін білдіреді. Кейін Мұса жоғарыда бір пікір айтты. Табиғат адамдарды ғаресіз қылды. Ғаресіз қылады. Ал жәмиет болса белгілі бір түсініктерге, белгілі бір нәрселерге бойсұндырып ғарезлі қылып алады деп. Енді табиғатта адамдар ғаресіз жүретін болса, біздер бүгін алған хайуан деген түсініктен не farқымыз қалады біздердің? Ғаресіз болсақ. Дұрыс, енді хайуандарда да белгілі бір жәмиет, белгілі бір мынандай орталық болады оларда. Енді бірақ тода болады. Тода болады. Бұл нәрсе біздер егер солардай болып, бір тода болып, бір ане болып жүретұғын болсақ, ол жерде біздердің әзіргі түсініктеріміз болған хайуан деген түсініктің ешқандай айырмашылығымыз, farқымыз қалмай қалады. Шығармада бір диққат аудару керек. Шығарманың сюжетінде Мерсо шығарма басталғанда сол ержеткен адам, шамамен 20 жастарда, 20-25 жастағы ержеткен адам. Ең қызығы, Мерсода һәм барлық оқиғалар анасы өлгеннен бастап жүз берді. Анасы өлгеннен бастап оның өмірі керісіне айналып кетті. Осы жасқа шеккен ол қамалмай, созыланбай, болмаса қандай да бір апатшылыққа ұшырамай тыныш жасап келді ол. Өзінің принципімен, көзқарасымен әбене жасады, бір жұмысты істеп. Бірақ анасы өлгеннен бастап оның тағдыры теріс айналып кетті, һәммесі. Яғни Мерсо анасының өлуінде, болмаса қоныстың үйінде ұры түсуінде, ол менен жора болған Реймондтың өзінің қызымен ұрысуында, милициялар келіп, яғни басқа қатынастарда, һәм Реймондтың басқа араплар менен конфликтке келіп, хәтте пышақласуында Мерсоның айыбы жоқ. Бірақ ол айыпсыз айыплы болып, соның бәршесі үшін қатынасты. Мерсо бұл жерде айыпсыз айыплы. Анасы өлгенімен Мерсо оны тірілте алмайды, ямаса емлеп ізге қайтара алмайды, сақтап қала алмайды. Ямаса Реймондтың қызыменен қандай қатынаста болуы Мерсоға ғарезлі емес ол. Мерсоның шешетін мәселесі емес. Реймонд өзінің жеке пікірімен, көзқарасымен шешу керек. Һәм Реймонд пен араптардың арасында конфликт. Негізінде конфликт Реймонд һәм араптар арасында болды, басыланды. Бірақ Реймондтың қасында жүрген Мерсо бұған өзі білмеген, қалемеген қалды араласып қалды. Реймондтың себебінен ол ақырында арапқа достасып қалды. Арап ол жерде құр жатқан жоқ, қолында пышағы бар еді. Мүмкін Мерсо сол жерде қорыққан шығар. Қорқу сезім болды, анық. Қорқу сезім болды. Алдында пышақпенен саған дұшпан нәзердегі адам тұрса, қорқу болады. Һәм сондан кейін оны өлтірді. Яғни барлық жәмиеттегі Мерсо тарапынан болып жатқан процестер оны осы өлім жазасына алып келді. Мерсо айыпсыз өзі қалемеген қалды, осы ахуалға келді. Һәм шығарманың ең соңғы фұрсаттарында сондай эпизод бар. Мерсо енді өлімін анық білді, түсінді, һәм еркін қалды, өлуді қаледі. Бірақ сол уақытта да бұл жәмиет оған еркіндік берген жоқ. Ол соңғы фұрсаттарында да пүшәйман жесін, басқа қатар пүшәйман жесін,
мұңайып іште қиналып өлсін деп 2 есе өлтіріп өлтіру үшін оның қасына бір попты жіберді, яғни діннің адамын жіберді, һәм оны мойындауға, пұшайманлық келтіруге, жалбарынып жалынуға үндеді діннің адамы, жаңағы поп яғни. Осы жерде де соңғы фұрсатында да оған еркіндік берген жоқ жәмиет. Оны тәубеге келуге мәжбүрлеу үшін алдына адам жіберді. шынында да ол жәмиетте жасап келатыр еді, сол жинаятқа шеккен. Егер біз жоғарыда айттық қой, басқа жинаяты үшін оны айыплады деп. Демек, егер ол низамға қайшы қандай да бір іс-әрекет істемегенде, оның гуманистлік, ямаса бір адамдарға бейпарлығы, бейпаруалығы жазаланбады. Демек, жасап атыр еді. Осы жәмиеттің ішінде оған орын бар еді. Демек, жұмақ келуге болады. Мер содайлар жасап атыр. Егер қандай да бір жағдай себеппенен жинаятшыға айланып қалмаса, олар жасап атыр ғой. Егер керексіз дейік, қауіплі дейік. Көптің ішінде бір адам болатұғыны табиғи жағдай. Мен сол пікірлерде болмайды деген зат айтқан жоқпын. Бір қандай жәмиетте бұндай адамдар болады. Бірақ керек емес олар. Неге? Жаңа жазалауын, мәселен, айыпсыз, айыплы болды ол деп жатырмыз ғой. Бәрібірде соған шекемгі оның алып келетұғын белгілі бір түсінігі, ямаса белгілі бір қандай да бір өзінің ішінен келетұғын пікірлері бәрібір жоқ ода, мерсода. Неге? Себебі, мәселен, арабпенен болатұғын жағдайда да ода қандай егер өзінде бір реакция болып, қарсы реакция білдіріп, белгілі бір жолды болып, өзінің, мәселен, өзінің мәселен өмірін сақтап қалу оны өлтірмей, ол жерде қандай да бір жағдайдан шығып кету халаты да болуы мүмкін еді. Ол келетін еді сол жердегі адамдардың қолынан. Mesela Raymond пен арабтар ортасындағы конфликті да қандай да бір тәрізде шешуге де болатұғын еді сол жерде. Бұл нәрсе ол жерде, мәселен, мерсоның қолынан келетұғын нәрсе еді деп есептеймін мен өзім. Егер сол жердегі конфликтті тоқтатуға анық, мәселен, былайынша адам болып, ол өзінің қандай да басқа бір жағдайға өзінің қарсы реакциясын білдіре алғанда, ол бере алатын еді. Демек, бұл оның ақылмен өзін басқара алмауы, ямаса десек болады, іс-әрекеттеріне жауап бере алмауы, еріксіздігі, күшсіздігі деп көрсетсек бола ма? Демек, сол кезде өзін жинаяттан тия алмауы. Күшсіз, қараң, бір таяқ, ямаса бір дәру сынады, білесіз. Мәселен, бір таяқты сындыру аңсат. 10 таяқты, ямаса 10-нан көп таяқты қосып сындыру қиын. Демек, біздер ол жерде, мәселен, апуайыз нәрсе, егер ол жәмиеттің адамы болғанда, сол жердегі қандай да бір қарым-қатынас орнатып, ямаса пікірлесіп бір нәрселер орнатып, сол жағдайды шешуге болатұғын еді. Яғни, ол жердегі, мәселен, арапларда, ямаса Реймондта, ямаса басқа сол жерде адамдар да бәрібірде сол жәмиеттің адамдары есептелінеді, жәмиет адамдары есептелінеді. Ал бір мерсо, Бархулла айтады ғой, мәселен, қарыс, яғни шапалақ бір қолдан шықпайды, екі қолдан шығады. Сол нәрсені біздер сол жерге егер алып келе алғанымызда, мерсоның сондай түсінігі болғанында, ондай жағдай болмас еді. Кейіннен жазалар не үшін керек? Жазалар қайтадан сол жинаят ісленбеу үшін керек. Неге? Себебі бір нәрсе бар, жаза қанша ауыр болған сайын сол жинаятқа жолығу сәл азаяды деген нәрсе бар. Енді жаза деген нәрсе бұл жерде бейпаруалықтың жазасын беріп тұрыпты шығармада. Хақиқи бейпаруалықтың жазасы. Ол яқшы, ол жағдай конфликт, ол жерде мерсоның себебінен келіп шықпай-ақ қойсын, ямаса ол арабты мәселен білмей-ақ өлтіріп ала қойған бола қойсын, бәрібірде har қандай мәселен жазалар пайда болған уақытында белгілі бір мәселен жазалар, жинаятларды жоқ қылу үшін, ямаса олардың қайта болдырмау, ямаса ауыр ақыметін алып келмеу үшін беріледі. Соның ұшында ол бейпаруалыққа хақиқи жаза сол жерге мерсода
мерсоға берілді деп есаплаймын. Яғни бейпаруалықтың жазасы осындай болу керек деп есаплаймын мен. Өліп кетуі керек ондай адамдарды. сол орында сіз қазір мерсоны жансыз тұлға сипатында жансыз сипатында суреттедіңіз. Бірақ Альбер Камюдің өзге шығармасында мерсо арқылы жәмиетке деген көзқарасын, пікірлерін, басқа көзқарастан талқылап қарасақ, Камюға шекемде бұндай көзқарастар болды, бұндай шығармалар болды. Ол жазушы Вирджиния Вулфтың сондай пікірі бар. Қашан адамдардың көзқарастары өзгерсе, олардың санасында өзгеріс болса, сонда ғана жәмиеттік процестер өзгереді һәм инсандардың жәмиетке деген көзқарасында өзгеріс жүзі береді. Бұл авторда модернизмнің бір уәкілі. 20 ғасырдың басында модернистерде сондай бір түсінік болған. Бұрынғы дәстүрлер, қадіриятлар, яғни діни қадіриятлар, милли қадіриятлар, дәстүрлер, инсанилық, көпшілігі ұлымалық инсандардың көзқарасынан шетілеп, көпшілік ыдыраған уақытта модернистер сондай пікір айтқан. Бүгінгі сүдінлері құлаған жәмиеттен, вайран болған жәмиеттен жақсы, иманлы адамды табу ақымақтық. Һәм сондай көзқараспенен бір қанша шығармалар дөретілді. Альбер Камюдан алдын, Альбер Камюдің отанасы, Жан-Поль Сартрдың жүрек айнуы, ямаса оғу шығармасы аударылған. Ол шығармада Рокантен мерсоға ұқсап кетеді, бірақ Рокантен ешкімді өлтіріп қоймайды, ондай ауыр жинаяттарға араласпайды, бірақ жәмиеттен өз жалғызданып қалады. Күннен күнге жәмиетке өгейсіреп барады өзі шығармада. Һәм 20 ғасырдың белгілі модернист шайыры Эзра Паундтың Канс деген поэмасы бар. Бұл поэмада орта ғасырдан бастап бүгінгі шекемгі инсандар санасындағы әрқилы процестер, өзгерістер, дәстүрлер зерделенген. Оның ішінде Конфуций, Гитлер, Мао Цзедун һәм тағы басқа белгілі тарихи қахармандар суреттелген. Бұл шығармасы арқылы Эзра Паунд бүгінгі жәмиеттің ахуалын, халатын бір дозақи құбылыс сипатында суреттей жақ болады. Бірақ бұл шығармасы үшін сыншылар оны қатты критикаға алады. Шығармасының анти характердегі мазмұнын түсінбегендіктен Эзра Паундты Америкадағы жілдіханаға қамап қояды. Демек, жәмиет һәм қайсыдыр мәністі айыплы, аппақ емес. Аппақ емес, әлбетте. Альбер Камюға шекемгі авторлардың көпшілігі жәмиетке деген наразы көзқарасын ашық білдірді. Рокантеннің жалғызданып қалуы, жәмиетке қосыла алмауы, ямасы Эзра Паундтың жәмиетті ашықтан-ашық дозақи құбылысқа негізетуі, ямаса Фаренгейт бойынша 451 градус шығармасында. Кітаптардың жағып жіберілуі, еркін пікірлеген адамдардың қамаққа алынуы, тергеуге алынуы. Бұлардың барлығы авторлардың бүгінгі жәмиетке деген наразы кейпияттағы көзқарасы. Жаңа мен жәмиет аппақ емес деген түсінікке айта жақпан. Білең жауыз адамдардан құралған адамдардың тобы да бұл жәмиет есептелінеді негізінде. Яғни олардың өздерінің нормалары, өзінің түсініктері, концепциялары бар. Һәм біздер ол жәмиетті мәселен жауыз жәмиет бұл, ямаса қара жәмиет деп не қылып айту дұрыс. Енді олардың мақсаты сондай болса, сөйтіп айтамыз. Бірақ ол да жәмиет қой. Енді бұл сіз жәмиетті абсолютлестіріп жатырсыз, инсанды жер көріп жатырсыз, гуманистік көзқарас деп сөзіңізді басылап, бірақ қазір негедір жәмиет абсолютлесіп адамды бола береді сияқты гәплер кетіп жатыр. Мен жақсы деп жатқан жоқпын ғой, бағанда мен жақсы нәрсе деген деп зат айтып жатқан жоқпын. Қандай жаратылыс болсын, қандай мәселен жаратылыс қандай қасиеттерге ие нәрсе болсын, зат болсын, адам болсын, ол өзіне қабыл алып жатыр, өзіне тартуға әрекет етіп отырған заманда Альбер Камю деп шығарып жатырды да оны мына жақтан. Сол нәрсе мәселен һәм бұл нәрсе Альбер Камю ондай адамдарды көрсетіп бергені менің ойымша дұрыс. Һәм біздер осы шығарма арқылы біздер бейгана адам қандай болады, һәм жәмиетке қандай бейпар, пайдасыз адамдар қандай болады деген түсініктер, пікірлер қалыптастырып аламыз өзімізден. Яғни бір жағынан Альбер Камю осы принципті, осы жантасуды дұрыс қолдаған.
Даниэль Дефоның Робинзон Крузо шығармасына да диққат аударатын болсақ, мысалы үшін көпшілік ойлайды, Робинзон Жұмабайды құтқарып қалды дейді жабайылықтан. Бірақ негізі біз жақсылап анализ ететін болсақ, керісінше екендігін көруімізге болады. Яғни Жұмабай Робинзонды құтқарып қалды. Яғни ол жәмиеттен үзіліп қалған кезінде, жаңағыдай ешкі бағып, адамдық әрекеттермен өзімен өзі адамлығын сақлап қалуға күресіп отырған кезінде, оған екінші бір адам керек болды. Һәм оны адамға айландырып, ол Жұмабайды емес, Робинзонды сақлап қалды. Яғни оның адамлығын сақлап қалуға адаммен қатынас Ахметлі рөл ойнайтын. Шынында да біз басқа шығармаларда міне осындай көруімізге болады. Бірақ Альберт Камюдің жантасуы бұл жерде өзге жолдан барды, яғни шығарманың атынан белгілі болғандай өзге жолдан барды. Меніңше бұл жерде де адамды сақлап қалуға әрекет бар, бірақ ол басқа жол таңдады. Яғни ол еркіндігін, иденттілігін, өзіне тәнділігін сақлап қалып, адамдармен қатынасқа түсуді сайлады десек болмай ма? Har qanday jamiyatida жаңа ең басты айтқанымдай адам құрайды. Har qanday jamiyatga адам керек. Енді жаңа Мұса бияқта жоғарыда айтып жатырыпты, мәселен жәмиет жауыз болды, жәмиет оларды қабылламады, немесе жәмиет оларды ойран қылды, жоқ қылды деп айтып жатырыпты. Енді қараң, біздерде ұлыма жәмиет деген нәрсе бір адам, екі адам болса, оны өзіне қабылдай алады. Яғни біраз болса да, неғса өзіне түсініктеріне, мәселен, кесе, сол түсініктерін кіттай біраз болса да қабылдаса, ямаса былайша айтқанда кешіруге, ямаса оның пұшайман болған жағдайын бір көріп тұрып, оны аяуға, мәселен, құрбы жетеді ұқыплы жәмиет. Бірақ бұл қасиеттердің ешқайсысы Мерсода болмады ғой. Бұл нәрселер ода ұшырамады ғой. Соның үшін де оны жәмиет өзіне қабыл ете алған жоқ. Ұлым айтқанда мен бір нәрсе айтқым келіп тұрыпты, яғни Альберт Камюға шекемгі мәселен авторлар, шығарманы жазып отырған көпшілік авторлар болды, онан кейін де болды. Авторлардың көпшілігі, мәселен, Булгаковтың ит жүрек шығармасында адамды сақлап қалу үшін иттің жүрегін салып жатырыпты. Ямаса Беляевтің амфибия, адам амфибия шығармасында. Мәселен, оны шығармадағы образды сақлап қалу, қаһарманды сақлап қалу үшін оған акуланың жүрегін салып жатырыпты. Қараң, осындай қылып қатынас қылып жатырған уақытта Альберт Камю адамды бір хайуан сыпат, яғни сезімсіз қылып бір суретлеп жатырыпты. Мерсо. Шығарманы оқып, Мерсо уақытында менде төмендегіше жұмбақтаушы пікір пайда болды. Мерсо индивидуал характері, іс-әрекетлері һәм көзқарастары менен жәмиетке де, адамдарға да ұлыма өз тағдыры үшін де жат адам болып, биологиялық инсан және жәмиеттілік шахс сипатындағы өмір үшін өзге, ал рухи дүниясы менен қалеулерінің иесі еді. Шығарманы оқыған адам үшін Мерсо бейгана, бейпаруа һәм жәмиет үшін зиянды адам сипатында көрінеді. Бірақ осы жерде автордың позициясына, пікірлеріне басқаша көзқарастан қатынас жасау керек. Мүмкін Мерсоның рухи дүниясы, оның қалеулері бұл жәмиет үшін, әзіргі дүзім үшін қарама-қарсы келер. Олар үшін қауіплі, қорқынышты болып көрінер. Бірақ Мерсоның армандағы жәмиет бүткілі өзгеше. Бұл жәмиет Мерсоның арманларына, көзқарастарына бүткілі қарама-қарсы келді. Мүмкін Мерсоның идеалындағы жәмиет инсандардың ғаризсіздігіне, көбірек еркіндігіне, жәмиеттен бейғарез өмір сүруіне текарланған шығар. Сенің еркіндігін қолдап қуатлай тұрған жәмиет. Осы подкастымызды бастаған уақыттағы бейгана адам деген түсінікке келетін болсақ, яғни менің жұмағым бойынша, менің өзімнің көзқарасым, пікірім бойынша, Мерсодай атрапындағыларға, өзінің қасында болып отырған жағдайларға, немесе өзінің тағдыріне бейпаруалығы бұл ешқандай жәмиет үшін керек емес. Яғни, har қандай адам жәмиетсіз өз алдына рауажланып бас болып кете алмайды. Егер оның қандай да бір өзі үшін дұрыс деп білген принциптері, концепциялары болатұғын болса, һәм ол серт беккен болатұғын болса, har қандай жәмиетке бір адам болсын, екі адам болсын, үш адам болсын, сіңдіруге, қабыл еттіруге болады.
яғни әрбір рухи дүниясы күшлі адамның өзінің концепцияларын сіңдіру ұқыбыда болады. Біздер ондай испат болатын болса, егер оны бейгана етіп қабылдай алмаймыз. Ал жоғарыдағыдай өздерінің мәселен түсініктеріне, болмаса өзінің тағдырына бейгана адамдарды біздер жәмиет ешқашан қабыл ете алмайды. Мәселен, өзер Төлеуберген Жұмамұратовтың сондай 4 қатары бар. Сен адам болсаң, жәмиетке дерексең. Қосылмасаң, тамыры жоқ терексең. Ойламасаң, тек өзіңнен басқаны, айтшы қане, сен кімдерге керексең. Бұл нәрсе жәмиеттің ішіндегі адамлардың бір-біріне байланғанлығын, олардың қандай идеяларда, қандай түсініктерде, концепцияларда бір болып бірлескенлігін білдіретұғын. Хамде бұл сондай көрінбес шынжыр, бұл шынжырды мәселен үзу анау-мынау адамға емес. Егер үзі алып, сол затты өзінің түсініктерін білдіре алса, онда жәмиет те оны дұрыс етіп қабылдай алады. Яғни жәмиетке егер бейгана болмай, ондай түсініктері болып, рухи дүниясы болып қатынас жасаған адам болатын болса, әрқандай жәмиет те оны қабылдай алады. Демек, бүгін жақсы бір шығарма хақында әрқилы пікірлер болды, пікір таласлар болды. Дегенменен біз білеміз, бұл дүнияға белгілі бестселлер шығармалардың бірі. Көптеген тілдерге аударылған, көптеген халықтар арасында, көптеген жәмиетлерде тегі сүйіп оқылатын шығармалардың бірі. Әлбетте шығарманы оқыған адамға бұндағы уақиялар, сюжет, автордың көзқараслары, әлбетте ой салары сөзсіз. Бұл шығармада әрқилы жоллар берілген. Яғни әр адам өзі жолын табады. Енді тек қана мәселе кітапты оқып, онdan өз жолын сайлауда. Осыныңменен бүгінгі подкастымыз өз жұмағына жетті. Әлбетте осы шығарманы оқып көрің, пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырың.